Сарай News. Сәлем достар, сіздермен бірге Сарай News. Біз сіздермен көріскенімізге өте қуаныштымыз. Келсем, оқушылар сарайының тұрақты бағдарламасы пайда болды. Сүйікті көрермендерімізге қызықты жаңалықпен бөлісіп отырамыз. Әрі жұлдызды қонақтармен де сұхбаттар да болады. Өз әріптесін таныстырып өтейін. Ай десе аузы және де күн десе көзі бар, ақылына көркі сай, Ақбике! Ақбике 9 жаста. Актерлік шеберлік, вокал, домбыра, дәстүрлі ән сабақтарына қатысады. Футбол және волейбол ойнағанды жақсы көреді. Рахмет, ал менің әріптесім нағыз батыр және де өте білімді. Керімсал, таныс болмаса. Керімсал 11 жаста. Әнші, актер, вокалдан халықаралық байқаулардың жүлдегері. Ал ендеше жаңалықтар айдарына кезек берейік. Сарай News жаңалықтары. Достар, Бейімбет Майлин атамыз бәріміз танимыз ғой, я? Ол кісі ақын, жазушы және де драматург. Биыл Бейімбет Майлин туылғанына 130 жыл болыпты. Соған орай бізде Майлин қазақ тұрмысының көркем шебері атты дөңгелек үстел өтті. Керемет, Керімсал. Бейімбет ата жайлы қызықты деректі айтайын ба? Қандай? Ол кісі алғаш өлең жазу сабақтан жалыққанда бастаған екен. Сабақтан жалыққанда? Ол қалай? Я, жалыққанда ұйқастар құранды өте қатты жақсы көретін. Керімсал, ал сен жалыққанда не істейсің? Мен далаға шығып футбол ойнаймын, немесе турникке тартыламын. Анда-санда кітап оқимын. Ал сен ше, немен айналысасың? Ал мен бос уақытында далаға шығып достармен ойнап келемін. Кейде сабақтан жалыққанда хоббиңмен де айналысқан дұрыс. Дәл солай, бірақ сабақ ең бірінші орында екен. Ұмытпаймыз ғой, я достар? Әрине, сонымен келесі жаңалыққа көшейік. Жақында балалардың игілігі үшін деген ұрамен балалардың құқықтарын қорғау бойынша вице-министрдің қатысуымен кездесу өтті. Я достар, үлкен ағаларымыз біздің қауіпсіздік үшін қолдан келген бәрін жасап жүр. Керімсал, мен бір жерден әдемі сөз оқыдым. Қандай? Балалық шақтың қауіпсіз әр бақытты болуы баршаның ортақ міндеті. Керемет айттың, Ақбике. Сонымен қатар вице-министр оқушылар сарайына экскурсия жасап шығыпты. Біздің сарай әдемі ғой, оны таң қалдырған шығар, иә? Я, риза болды деп ойлаймын. Достар, біздің обсерватория көрдіңдер ме? Егер көрмесеңдер, міндетті түрде келуге кеңес беремін. Аспан әлем, бірге зерттейік. Керімсал, біздің сарайымызда «Синяя птица» 2024 байқауы өткен еді. Жеңімпаздары анықталды. Әділ қазыларға шешім шығару оңайға соқпаған шығар, иә? Я, қиын болды-ау. Ойлашы, талантты балалар бірін-біріне асып жатыр. Суреттеріне қарасаң ғой. Соны айтам. Себебі әр туынды терең шығармашылықты көрсете білді. Оның рас, сонымен қатар байқау жеңімпаз ғана емес, ұстаздар да марапатталынады. Мұндай жетістіктер білесің бе, Керімсал, тек еңбектің арқасында келеді. Дұрыс айтасың, Ақбике, еңбек бәрін жеңбек. Сенмен келсем, Ақбике, өскенде ғалым болғың келмей ме? Жоқ, мен актриса болғым келеді. Оны неге сұрадың? Сұраған себебім, келесі жаңалығымыз нағыз болашақ ғалымдарға арналған. Экоша, ғылыми конференция, жас зерттеушілердің өз жұмыстарын таныстыруға мүмкіндік берді. Олар тек идеялар ғана айтып қоймай, нақты зерттеулер жүргізді, тәжірибелер жасады. Меніңше, осындай шаралардың көмегіне махаббатым одан сайын арта түседі. Керімсал, сен қандай спортпен айналысасың? Мен негізі бұлай шахматпен және де жүзу білем, сосын волейбол ойнай аламын, баскетбол ойнай аламын, футбол ойнай аламын, және де сонымен қатар бұрында муайтаймен қатысқам. Муайтай? Бұл не? Ол тай боксы, яғни тайский бокс. Керемет, ендеше көрермендерімізге медеу 2024 марафон туралы айтып берейік. 16 қараша күні жас спортшылар жарысқа қатысып, марафонды нағыз мейрамға айналдырды. Дәл солай, марафон жоғары деңгейде өтті. Келесі марафон қалмай спортпен айналысып жүрейік, достар. Ал сен, Ақбике, қандай спорт жақсы көресің? Футбол және волейбол ойнаймын. Бірақ кейде баскетболда ойнаймын. Керемет, Ақбике, осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Ақбике, сен өз театрға барып тұрасың ба? Я, әрине. Кейде ата-анамен, анда-мында достармен театрге барып тұрамыз. Ал сен ше, қашан бардың? Маған кинотеатрдан қарағанда театр көбірек ұнайды. Себебі театрдың атмосферасы өте керемет. Қойылым басталғанда ішіне кіріп кетем. Я, шынымен, ал маған театрдың декорациясы ұнайды.
костюмдер қандай әдемі. Олай болса біздің құрметті көрермендерімізге бір қойылымды ұсынсақ қалай? Әрине ұсынайық. Достар, Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында кішкентай Ханзаданың оралуы деген керемет спектакль бар. Бұл спектакльде кішкентай Ханзада жерге қайта оралып, қазіргі адамдардың өмірі бақылайды. Ақбике, білесің бе? Мен осы кітапты оқығам. Достар, кішкентай Ханзада тек қана кітаптай қызық емес. Оны театр сахнасынан да көру керек. Ақбике, жақында Дисней Моана 2 мультфильмін шығарыпты. Бірінші бөлімде Моана өз ұлын құтқару үшін мұхит арқылы саяхаттағаны есімде. Қалай ойлайсың, Ақбике? Моана келесі бөлімде тағы қандай сынақтар кездесер екен? Бұл жол Моана ең зерттелмеген аймақтарына қарап, сосын деген дауылны өлете ала, сосын деген және әрине оның адал серігі Мауи де қайта оралады. Айтпақшы, осы бөлімнің басты ерекшелігі Моананың ішкі жан дүниесін ашу. Дұрыс айтасың, ал музыкасын айтсаңшы. Достар, Моана 2 фильмін еліміздің барлық кинотеатрларында көре аласыздар. Және де сонымен қатар оның қазақша дыбысталғаны да бар. Менің қарындасым Айнамгөз ол жақта Семей дыбыстады. Қой, шынбай? Достар, осы жол бізді эмоцияға толы сапарлар мен шытырманға толы оқиғалар күтеді. Жұлдызды қонақ Айдары. Достар, бізде жұлдызды қонақпен кездесу Айдары бар. Және де бүгінгі кездесетін қонағымыз Қазақстан әлеміз екен, кешіріңіздер. Оның жарқын жұлдызы, әнші актер Дастан Тұрдалы. Дастан, қош келдің. Қалың қалай? Жақсы, шүкір, өздерің қойсыңдар. Жақсы. Дастан, шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Соңғы рет қандай байқауларға қатыстың? Жақында Мәскеуде өткен Большая сцена атты байқауға қатысып келдім. Үлкен ауқымды конкурс, оған сен де қатыстың. Бұл жерден енді қазақтың намысын қорғап, барынша қорғауға тырыстым енді, бірақ екінші орын алып қалдым. Оған да шүкір. Бәрекелді. Дастан, кішкентай кезінде қандай болдың? Бұзық бала болған шығарсың, Енді менің ойымша әр бала кішкентай кезінде бұзық болады, тем более ер бала. Бұзық болдым, үйдің тұңғышы болдым, ерке болдым, барлығы еркелетіп соған есіріп құтырған кездерінде болған. Сүйікті фильм мен актерің туралы айтып берші. Менің сүйікті актерім енді мына жерде айтсам ұят болып қалады. Айта бер. Жоқ, енді кейбір актер бар, көріп қойса енді ренжіп қалар деген сияқты. Айтшы. Айта бер. Обидно болмасын. Сүйікті актерім өзім. Қойшкөге деп біздің жездігі оқсап бір болмағыр әңгімелер етеді. Керемет. Құдай қаласа, достар, 5-ші желтоқсан күні «Селфи с предками» атты кереметтей бейнебаян шығады. Сосын ең сүйікті фильм сол. Қызық екен. Дастан, сен сол фильмде қандай рөл ойнадың? Қалай айтсам екен, сол мектептегі балаларды жұдырық тастап өзінше. Мектепте де сондай балалар болады ғой енді, айбеттіңдер. Сондай баланың рөлін ойнадым. Және менің қабілетім, супер қабілетім ол адамдарға, мысалға, сендерге тұр десем, сендер тұрып кетесіңдер, тұр да ғой. Тұр десем тұрып кетесіңдер, сабақ оқы десем сабақ оқисыңдар деген сияқты да. Сол. Дастан, сен кумирің кім осы? Кумирім осы бізде живой атты бір не бар? Тобымыз бар біздің. Сол топта 5 бала, сол 5-еуімізден Димаш Құдайберген фанатымыз. Ал болашаққа қандай жоспарларың бар? Депутат болып кетсем. Серьезно айтсашы, серьезно сұрақ. Болашаққа енді иншаллах деймін, өзімнің кумирімнің деңгейіне жетсем, осы әлемдік сахнада өзіміздің қазағымызды, қазақ елін, Қазақстан деген ел бар екен, бүкіл әлемге нақыштап, сондай азаматтардың бірі болсам екен. Аумин. Иншалла ол деңгейден де асып түс.
Әумин. Сенде. Әумин. Сенде. Жақсы Дастан, біз сенен жақсы жаңалықтар күтеміз. Және де біз саған бір ойын дайындап қойдық. Ол ойынның шарты, біз саған әннің бірнеше жолдарын айтамыз. Және де сен оның қай ән екенін жалғастырып кетуің керек. Дайынсың ба? Бірінші ән 24-те жет ойлайым. 24-те жет ойла, олмалы олмай, көздеріңнен айналайын. О, жарайсың. Келесі жасыратын әніміз Құлындай жүйрік. Құлындай жүйрік, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на. Білмейді екенсің ғой? Келесі ән елеңдеттің, тыңдаттың. Елеңдеттің, тыңдаттың, мөлдірегенмен. Сен мен үшін жұмбақсың, жауабын білмеген. Ұнайды маған жауын атқан сөздері. Ал енді келесі жасыратын әніміз «Домой достроен». Ол енді «Домой достроен, но я в нем один, хлопнула дверь за спиной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Брам-пам-пам-пам, ночью гроза, а на утро туман, солнце остыло совсем. Давние поли идут чередой, пусть собираются все. Керемет. Керемет! Әдем айттың. Дастан, біздің қонағымыз болған үшін көп рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет осы Сарай Ньюс бағдарламасына мені шақырып. Сендерді де құттықтаймын, осындай кереметтей бағдарламаның жүргізушісіңдер. Сондықтан Ақбеке мен Керімсалға ду қол шапалақ. Құрметті достар, осымен біздің бағдарлама аяқталды. Ал тағы да қызық жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше! Себебі тай боксы деген, сәл тай деген жылқы сияқты естіледі екен. Жоқ бұл. Мәдет қарап тұрды. Мен білмеймін, нәрсе сұрақ тұрман. Иә. Тек маған қарап тұрды, бір нәрсе сұрақ тұрған жоқ.